Жалпы және арнайы іс-шараларды өткізу барысында елордалық полиция департаментінің қызметкерлері Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен бірлесіп, Алматыдан Астанаға синтетикалық есірткілерді жеткізудің ірі арнасының жолын кесті. 6 қаңтарда Астана қаласында логистикалық компания арқылы есірткінің ірі партиясын алу кезінде Павлодар облысының тұрғыны ұсталды. Одан автокөлікті тінту кезінде 4 килограмм 800 грамм мефедрон салынған 16 полиэтилен пакет, электронды таразы және 500 дана зип пакет тәркіленді. Бір мезгілде Алматы қаласында есірткі жөнелтуші ұсталды. Оның пәтерін тінту барысында есірткі заты бар 5 пластмасса контейнер, екінші деңгейлі банктердің төлем карталары, 1.300.000 теңге көлемінде қаражат және электронды таразы табылып тәркіленді. Осы факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 297 бабы 3 бөлігімен қылмыстық іс қозғалды. Ұсталғандарға қатысты қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.